Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабақта біз сандарды үйренетін боламыз. Сандарды білу бізге шетелге шыққан кезде өте маңызды. Яғни біз санаған кезде, қандай да бір өзіміздің телефон нөмірімізді айтқан кезде бізге сандар міндетті түрде қажет. Сондықтан бүгінгі сабағымызды осы сандарға арнамақпыз. Жалпы ағылшын тілінде сандарды үйрену қатты қиындық тудырмайды. Сіз негізі 0-ден бастап 20-ға дейін және ары қарайғы ондықтардың барлығын біліп алсаңыз болғаны, қалғаны біздің өзіміздің қазақ тіліндегідей бірдей ережеге бағынады. Ал олай болса сандарды үйренуді бастайық. 0, 0, 0. Немесе 0 санын кейде O деп те айтып жатады. Сондықтан да O деген кезде сіз бұл қандай сан еді деп түсінбей қалмай, оны да үйреніп алғаныңыз өзіңіз үшін өте пайдалы. 1, 1, 1. Мысал келтіре кетейік. He has one room. Оның бір бөлмесі бар. He has one room. One деген бұл жерде бір, room деген бөлме, he, ол, яғни ер адамды айтып тұр ғой. Has деген олда бар деген сөз. Сонда he has one room, ода бір бөлме бар. 2, 2, 2. Мысал келтіре кетейік. She has 2 books. Ода 2 кітап бар. She has 2 books. She деген ол, бірақ әйел адамды айтады. Has деген бар болу. 2 books, кітаптар. Book деген бір ғана кітап, books, кітаптар, бірнеше кітаптар. 3, 3. 3. Мысалы, I have 3 apples. Мен, have, менде бар, 3 apples. Apple деген алма, apples, алмалар. Біз енді қазақ тілінде алмалар деп айтпаймыз, бірақ ағылшын тілінде олар бір зат бірден көп болған кезде міндетті түрде S жалғауын қолданады. S жалғау ол, яғни көптік жалғау деген сөз. I have 3 apples. Менде 3 алма бар. 4, 4. Мысалы, we have 4 pictures. We have 4 pictures. Аудармасы, бізде 4 сурет бар. We, біз, have, бізде бар, 4, pictures. Picture деген сурет. Pictures, суреттер. Бізде 4 сурет бар. We have 4 pictures. 5, 5. Мысалы, we are 5 people in a group. Біз топта 5 адамбыз. We are 5 people in a group. We are, біз, 5 people, адам, in деген ішінде деген сөз. A group, топ. In a group, топтың ішінде. Топта. 6, 6. I see 6 bananas. Мен 6 банан көріп тұрмын. I деген мен, see көріп тұрмын. 6, 6 bananas. Banana деген банан. Bananas, банандар. I see 6 bananas. Мен 6 банан көріп тұрмын. 7, 7. We have 7 cups. We, біз, have, бізде бар, 7 cups. Cup деген
Саптайық. We have 7 cups. Каптан 7 бар. 8. 8. 8. They have 8 children. Оларда 8 бала бар. They, олар, have, оларда бар. 8, 8, children, балалар. Көріп тұрсаңыз, children дегеннің соңында s деген жоқ, бірақ ол көпше тұр. Бұл қалайша? Кейбір ағылшын сөздерінің соңына s жалғанбайды, бірақ олар өздерінше сәл түрленеді. Children деген сөздің жекеше түріне алып қарайтын болсақ, ол child. Child, бала. Children, балалар. Сондықтан ағылшын тілінде басқа да кейбір жағдайларда осындай сөздер кездесіп жатады. Сондықтан осы жерде кішкене мұқият болғандарыңыз дұрыс. 9. 9. 9. She has 9 apricots. She, ол, әйелдерге арналған ол, әйелдерді айтқандағы ол, has, ода бар, 9, 9, apricots, сары өріктер. 10. 10. 10. He has 10 bags. Ода 10 сөмке бар. He, ол, ер адамды айтқандағы ол, has, ода бар, 10, 10, bag, сөмке, bags, сөмкелер. 11. 11. 11. I want 11 t-shirts. Мен 11 футболка алғым келеді. I, мен, want, қалаймын, 11, 11 t-shirts, футболка. 12. 12. 12. She wants 12 peaches. Оның 12 шабдалы алғысы келеді. She, ол, әйел адамға, wants, қалайды, алғысы келеді. 12, 12, peaches. Peach дегеннің өзі шабдалы, peaches шабдалылар. 13. 13. 13. Егер сіздің с деген әріптерге кішкене тіліңіз келмей жатса, онда з, с деген сөздер әріптерді пайдаланғаннан гөрі т әрпін айтсаңыз болады. Мысалы 13 десеңіз, ол 13 дегенге жақынырақ келеді. He wants 13 ice creams. Оның 14 балмұздақ алғысы келеді. He'ді біз білеміз. Ол бірақ ер адамға арналған. Алдағы уақытта he дегенді мен аудармай қоямын, өйткені сіздер мұны білесіздер. Жақсы, he want, ол want қалайды. 13, 13 ice creams. Балмұздақ. Осы жердегі ice деген мұз, cream деген крем. Ice creams, балмұздақ. 14. 14. 14. We want 14 eggs. Біз 14 жұмыртқа алғымыз келеді. We, біз, want, қалаймыз, 14, 14 eggs, жұмыртқалар. Egg, жұмыртқа, eggs, жұмыртқалар. 15. 15. 15. They want 15 pieces of bread. They want 15 pieces of bread. Олар 15 дана нанның кесілген бөлігін алғысы келеді. 16. 16. 16. There are 16 pieces of cake. There are 16 pieces of cake. Торттың 16 бөлігі бар. There are деген сөз бар. There are деген екі сөз бар. There is деген бар, бірақ бір ғана затқа арналған. Егер сіз бір ғана заттың бар екенін айтқыңыз келіп тұрса, онда there is дейсіз де, ал бірнеше заттың барлығын айтқыңыз келсе, онда there are дейсіз. 16, 16. Piece деген бөлік деген сөз. Of cake. Торттың. Cake деген сөз торт. 17. 17. 17.
There are 17 balls. 17 доп бар. There are бар 17 balls доп. Balls, ball деген доп, balls доптар. 18 He wants 18 pairs of socks. Ол 18 нәскиді алғысы келеді. 19 We want 19 kilogram of meat. Біз 19 килограмм ет алғымыз келеді. 20 They want to lose 20 kilo. Олар 20 килограмм жоғалтқысы келеді. Егер бұл жерде адамдар туралы айтылып жатса, яғни олар 20 килограмм салмақ тастағысы келеді деп те аударуға болады. Жақсы, енді 20-дан 100 аралығындағы ондықтарды үйреніп алайық. 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 90 90 100 Ағылшын тілінде жүздіктерді айту қазақ тіліне өте ұқсас. Яғни тіпті бірде десек те болады. Сіз алдыңына 2, 3, 4 десе жүздікті айта бересіз. 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 900 900 енді 1000 1000 деп алдына қойылады. Бұл артикль 1000. Ал ағылшын тілінде мыңтықтарды айту дәл жүздіктерді айтқанмен бірдей. 2 дейсізде мыңтықты 3, 4 деп мыңтықты айта бересіз. Яғни 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 million біздегіде бірдей, million, миллион, миллиард, бірақ өзгеше billion. Ал енді осымен бүгінгі біздің сандарды үйренген сабағымыз осымен тәмам. Сандарды үйреніп алғанға дейін осы бейне сабақты қайта-қайта көріп жаттап алсаңыздар болады. Сіздерге ағылшын тілін үйренуде сәттілік тілеймін. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.